Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай лүпілдеп пісетін бауырсақтардың рецептісін ұсынғым келеді. Ортасы дәл осындай болып шығады бауырсақтарымыз. Маған өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 500 мг жылы сүтімізге 1 қасық немесе 2 шай қасық ашытқымызды қосамыз. Дәміне қарай қант қосамыз. Бауырсақтың тәтті болғанын қаласаңыздар, қантты көбірек қосуларыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырып, 20 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін біздің ашытқымыз көтеріледі. Енді қалған ингредиенттердің барлығын салып шығамыз. Яғни дәміне қарай тұз қосамыз, ерітілген сары май қосамыз және 3 жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосатын боламыз. Осы сетканың көмегімен ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз. Кесек-кесек салып отырып, осындай қамыр илейміз. Енді бұл қамырымызды шамамен 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. 2 сағаттан кейін дәл осындай болып көтеріледі. Үстін тағы да басып 30 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Қолымызға сұйық май жағып, нанымыздың 3-тен 4 бөлігін мен пісіретін боламын қазір. Енді жақсылап жайып, енді қамырларымызды ортасын домалақтап, тағы да 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді қызып тұрған табаға немесе осындай шұңғыл ыдысқа сұйық майымызды жақсылап қыздырып, бауырсақтарымызды пісіреміз. Байқасаңыздар, бауырсақтарымыз дәл осындай үлкен лүпілдеп пісетін болады. Сіздерге жасауға кеңес беремін, дәл осы рецептпен. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Дәл осындай рецепттерді алдағы уақытта күтетін болсаңыздар, бірінші болып көресіздер. Міне достар, біздің ыстық бауырсақтарымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Өте жұмсақ, дәмі сондай керемет, ал іші осындай бос болады. Маған негізі осындай ұнайды. Сіздермен болған Арайлым. Каналыма тіркеліп, алдағы уақыттағы осы видеоларды үзбей көру үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.